иісі шығады. Қазір олай шықпай қойыпты. Бұрын қызық болушы еді. Соны кішкентай кезімізде соның иісін иіскеу қызықтаушы еді. Менде бүгін осындай Фаберликтің каталогы өмірін жайлы кеткен. Үйде біздің ауылда осы компаниямен айналысатын бір кісі бар. Содан алғаным ғой. Осы асылмай түсірген кезде, осындай әңгімелесу түсірген кезде көптеген нәрсе айтамын деп жинақтап қоямын да, бірақ жоспарлап бір жазып қоймайды екенмін бір ғой. Түсірімді бастап кеткен кезде не айтарымды білмей қаламын. Мүмкін ол үшін жоспар құру керек шығар. Білмеймін. Жарайды, ендеше бастап көрейік. Және мүмкін бұл заттардың ішінде қолданып көргендерім бар шығар. Қатысып көрейік. Бірінші осындай шампунь бальзамик қолданып көрмеппін. Бұл өнімнің тағы кремдері сондайларда болу керек шығар. Бар екен. Маскасы бар екен, міне кремдер. Цитрусовый сияқты. Сабыны да бар екен. Мына жақта, мына беті толық көрінбей тұр уже. Мына кремнің сырты бұрын басқаша болған. Мен жұмыс бастап
қазақша өте керемет. Әтір немесе иіссу. Маған әтір деген көбірек ұнайды. Мурмур деген продукциясы. Духилар бар екен. И мындай крем. И гель для душа. Я душ ғана алайын. Сондайлар бар екен. Байланып көрмеппін, бірақ духин әтірін иіскеп көрдім. Сладкий, тәтті иіс. Beauty кофе. Baby деп оқығанымша. Мына духин иісі тоже жақсы екен. Мынаны көрмеппін, білмеймін. Бұрынғы дөңгелек пробниктер болған кезде өте күшті болар еді. Сіздерге кішкене де болсын жеткізе алатын едім, бірақ мында жазылып тұр. Мында әтірлерде нота болып, біріне тоғысының негізгі иісі деп солай жазып қояды ғой. Енді мыналарды айта алмаймын. Мынаны көрдім. Иістері жақсы екен. Кішкене көлемде, бірақ жақсы. Мен мынаны мектеп кезде қолданғам. Мектеп кезінде мына көгі болған, и мына сарысы болған. Иістері тәтті және ұзақ тұрады. Мында 3 түрі бар екен. Мынау фруктовый, жемісті, гүлді иіс. Міне көгі тоже жасмин и сарысы, апельсин, малина. Мына иістері арабский знакта сондай иістер болады. Оны қалай жеткізсем екен. Бұлардың ноталары древесный, цветочный. Я андай қайтсам басқаша бір иістер болады, өздеріне тән. Мынау еркелерге арналған иіс көрдім. Тәтті екен. Мына екеуін иісін көрдім. Осы иіссу жақсы екен. Ерлерге арналған. Оны білмедім. Бұны да айта алмаймын. Мына сколасы көтеген. Бұны да көрмедім. Мына наборды білемін. Иістері еркізлерге арналған нағыз. Мына иісуі тоже. Мына шампунь көргем осы. Тоже
тень и помада. Талап. Қазақша талап. Мұнда опа, яғни пудраның қазақшасы опа. Опа және опа талап. Мұнда тень, палетка тень. Сырты күшті екен.
осы фабриктің осы продукциясын мақтайды көбісі. Кислородный, легендарный кислород деген. Жақсы увлажнитель, патчи, яғни уходовый косметикалар бұл деген. Жақсы екен. Алып көру керек екен. Яғни бұл уходовый косметика болғандықтан осы мицеллярный суынан бастап гидрофильный масло, патчи, осы ватный диск, барлық уходовый заттар бар екен. Пемза, спонж, щеточка для умывания, барлық бар екен. Жақсы продукция сияқты. Смотрите, надо говорить. Түрлерін көрдім, бірақ қолданып көрмегеннен кейін ештеңе айта алмаймын. Осы гиалуронка тоже мақтап жатыр. Қолданып көрмеген, бірақ жақсы дейді. Білмеймін, ештеңе айта алмаймын. Айзел тоже жақсы деп жатыр. Қолданып көрмеген. Бұл уходовый түрлері де и декоративный түрлері де бар екен. Эксперт жақсы продукция. Эксперт деген шампунь ұнайды маған. Шаш бояу бар ғой. Сол тоже жақсы екен. Бұл да душта бар екен. Барлық кремнің түрлері, витаминный комплекстері, пигментацияға, гиперпигментацияға ағартатын кремдер, SPF кремдер бар екен. Жақсы екен. Алып көру керек екен. Жай ғана әсер көру үшін алып көруге болады екен. Мына крем тоже жақсы увлажнитель екен. Неше түрлісі бар екен. Мына кремдер тоже жақсы. Алоямен, медпен, пантенолмен, майлармен неше түрлі. Бұл маскалар жақсы екен. Огуречный тоже. Кукумбер. Көрсеткен. Міне салон және эксперт бұл екі түрлі краска маркалары бар екен. Жақсы екен бойынша. Міне эксперт. Мен өмірімде шаш бояп көрмеппін. Өзімнің табиғи шаш. 17 бір эксперт спрей, крем спрей. Алып көру керек екен. Міне эксперттің шампуні. Прям иісі күшті. Мен фабрикке тегін реклама жасап беріп тұрған сияқты. Хотя мен ешкім қарамаса да заттарына. Осы сухой шампунь, пенка для объемных волос, лак для волос, неше түрлісі бар екен. Жақсы дейді, бірақ қолданып көрмеппін. Қараңыздар, стайлер бар екен. Мында күшті екен, қараңыздар. Утюжок, массажная расческа и расческа выпрямитель. Мында тарақтары бар екен, массажный и фен насадкалармен. Жақсы екен. Шампуньдар. Құрамы таза секілді. Бұлар жидкое мыло, сұйық су сабындар. Иістері ат айтып тұрғандай жемісті,
кускусына арналған ирригаторды қолдансаң и зубная нить қолдансаң тісіңнің күтімі 2-3 есе жақсарады дейді. Зубная паста. Аяқтарыңыз жарылады ғой, соған нано пемза бар екен, и мына гельді өзім қолданып көрдім. Кейде ол темір жетіспеушілікті анемия кезінде, витамин жетіспеушілігіне немесе ағзада сусыздану кезінде аяқтың табанының терісі құрғақтанады. Сол кезде осыны пайдалансаңыз өте жақсы көмектеседі екен. Аяққа арналған заттар, спрей, антиперспирант, жақсы екен. Мынау қалай айтсам болады, гель дела с ядом гадюки. Жыланның бар, қалай айтсам болады, гель, мазь деп айтайын ба. Бұлар жаңа қыздырады, емдік әсері бар. Яғни мына жерде бар, снимает напряжение, жаңағы қолың жарылған кезде, жаңағы жәндіктер шағып алған кезде, көгеру кезінде қолданатын осындай кремдер бар екен. Соған аллергияға қарсы, жергілікті жасыздандыру, соған арналған және құрғақтық, обезвоживание кезіндегі шелушение болған кезде жерлерге арналған кремдер бар екен. Детский косметика, балаларға арналған косметикалар. Мынаны пайдаланып көрдім, иісі жақсы. Балаларға арналған тіс пастасы бар екен, қолданып көрмеппін. Сосын мында кашала бар екен. Соң қастыруға арналған және жетілі жайлары да бар екен. Жай витаминдері де